Түркістан облысында 8 миллион 600 мың теңге айыппұлы бар жүргізуші анықталды. Аймақтың жол сақшыларына Қызылорда, Самара, Ташкент тас жолы бойында Volkswagen Passat автокөлігіне қатысты хабар түскен. Тексеру барысында жүргізушінің ірі көлемде берешегі бар екен белгілі болды. Одан бөлек Алматы, Ташкент, Термез тас жолы бағытында 7 миллион 200 мың теңге қарызы бар Kia Rio маркалы автокөлігі тоқтатылды. Одан бөлек тәртіп сақшылары рейд барысында ВАЗ автокөлігінің жүргізушісін ұстады. Оның көлік басқару куәлігі жоқ екені анықталған. Әрі жалған мемлекеттік нөмірмен жүр. Жүргізушіге 612 баптың 2 тармағы жүргізуші куәлігі жоқ екеніне және де 590 баптың 4 тармағы жалған мемлекеттік белгі салып басқарғанына, 596 баптың 5 тармағы қарама-қарсы бағытта басқарғанына, 606 бап авариялық жағдай тудырғанына әкімшілік хаттамалар түзілді. Құрметті жүргізушілер, автокөлік басқару кезінде жылдамдықты асырмай, жол ережесін бұзбай басқаруларын сұранамын. Жолда жүргенде абай болыңыздар.